Келесі әзіл сықақшымызды қарсы алыңыздар. Астана қаласынан келіп отырған Смағұл Қажет. Жаңа келе жатсам, алдымда бір әйел, кішкентай баласын ертіп келе жатыр да, ана бала жылап келе жатыр. Мама деймін. Ана мамасы бір жерге асығып бара жатыр деймін. Немене болды? Қайтын кетіп, мама деймін. Мама, маған трансформер алып берші, мама дейді. Мамасы тыңдап жатқан жоқ. Жүр. Мама дейін деп, бірақ ана жоқ деп еді, бала тұрды да, қалды. Абестем, мама, абес. Мама, абесі деп тұрды. Ана әйел ұялды ма, елдерден, жарайды, қазір бірінші магазин ойыншық болса, алып беремін, жарайды ма? Жүр ғой деп. сөйтіп қарап тұрдым да, өзімнің бала шағым есіме түсіп кетті, балалы шақ. Бізде бала кезімізде 8 бала. Қайсы бірін алып бересің? Әкең шопыр, еще кочегарка түсті. Шешең директорда секретарь. Соны бүйтіп ойлап отырмын, бізде айына жылына Құдай-ау, бір жесең кәмпит жейсің. Мамаң бір батаға бір жерге барып келсе. Оны алып келген өзінде ең мықты кәмпит сол кезде ирис болатын. Кис-кис деген. Ол кис-кис ирисің магазинде бірінші ана прилавкада жатады. Күннің астында еріп. Қағаз абдан су болады. Одан кейін бір әжеміз келіп оны қатым шығарам деген кезде ана сатып алады. Алады да сандығына тығады, ана су ирис кебеттен іште. Қағаз жабысып қалады араған бейшара. Ол соң кейін дастарханға келеді, дастарханнан ана Құран оққан соң кейін бәрін жинаған кезде сарқытып қойып бізге алып келгенде біреуден береді қатып қалған иристі. Сол ана иристі қуасың. Деп ана иристі ашасың. Деп тазалап шаршайсың да ана. Деп жібейді ауызданы. Кайф та кетті, соқ кетті асқазанға. Кайф. Әбден ана жалығасың да шеріп. Жұта саласың қойшыды. Керемет тамаша кәмпит болады да сондай бізде. Одан кейін, мынау мороженый шіркін, пломбир. Біз телевизордан кінім көретіміз оны. Рас, анау. Телевизорда бір бала жеп отырса, анау мен бірге жеп отырсың. Деп. Сонан, естейсің, мамаң ертең Семейге кетіп баратыр. Ауылдан Семейге кетіп баратыр. 450 шақырым. Өмір қаланы көрмегенбіз. Семей 450 шақырым. Мама кетіп баратыр. Мама, немене әкелесің? Мама, немене әкелесің? Бәріміз жаған жақтан ыңғисақ болды. Мама, немене әкелесің бізге? Мама, немене әкелесің? Немене әкеліп берейін? Мороженый. Күшті де. Қандай мороженый? Пломбир. Соң жарайды кетеді, қаладан келеді. Бүйтіп жолдың ішінде, трассың шетінде күтіп тұрасың бүйтіп. Анау мамаң келсін. Мамаға қарамайсың, бүйтіп сумка қарайсың. Мама, сен немене әкелдің? Мама, немене әкелдің? Мама, немене әкелдің? Сумкаға салып. Мама, мороженый бересің бе? Мама, туып қазып берем ғой, не болды деп. Шығарған кезде ойлайсың да қазір телевизордан көрген пломбир алып шығады деп. Целлофановый пакетті алып шығады. Ішінде сүт сияқты анау еріп кеткен ғой. Анау пакет тешіріп желгеп тұрды да уже. Мама, тоқтай тұрып, қазір бәріне кесеге құйып берем дейді. Ана кесеге құйып, енді жеңде тоқта, холодильник салып қатырайын бірінші дейді. Анау холодильник салып, бүйтіп, мамка кішкене кетті, шыдай алмайды, ашыр қол саусағын тұрды. Кайф та. Соны қатат, қатқа сойына бір кеседен алып аласың. Қасық, көшек шығасың.
сөйтіп мороженое жедік. А жалпы мен бірінші рет пломбирді, мороженое жалпы 14 жасымда жедім. Өйткені өмірімде бірінші рет 14 жасымда қалаға келдім. Аған еркелетпекші ғой. Не жейсің дегенде сұрақ пен жауаптың ортасында 1 секундта болмайды да, миллисекунд. Не жейсің? Мороженое. Қандай пломбир? Алып береді, анан алдың ғой. Шіркін ел көрсе, ауылдың балалар көрсе ғой деп ойлайсың да. Мақтағың келеді, бірақ ешкім байқамайды сен, бәрі өтіп кетіп жатыр. Вот это кайф. Не болды сұласын жалаптың? Не көрдіңіздер ме? Біздің балалық шақ қой. Мен ойлаймын да, бұл тәтті уақыт. Ал бүйтіп қарасаң, мен ауылда бала кезінде ең жек көретін нәрсем болатын. Ең жақсы көретін сол мороженое ғой енді, сағыз. Ең жек көретін нәрсе бұл жаз уақытта. Құдай-ау, жыным ойнайтын кәдімгі үлкен жұмыс болып есептелетін де маған. Күніне 3 рет қонақтар келсе, атак 2 рет шыбын айдау. Бәріне бір орамал береді. Әй, жүріндер, шыбын айдаймыз, қазір қонақтар келеді дейді. Спальныйдан бастап, кімнің қолына жет түсті. Сөйтіп, шыбын айдау жек көретін. Ал енді ойын дегенде шіркін. Мен қазір жас балалардың ойындарын ұқпайым бар ғой, компьютерден шықпайды ғой рас. Mortal Kombat, не бір. Біздің кезіміздегі ойынды айтсыңдаршы. Шеге деген ойын, қандай тамаша ойын болды? Үлкен шеген аласың, қайрайсың, таспен ұрып, шүкір қыласың да, көктем уақытында жер жұмсақ кезінде бүйтіп үлкен кругты сызып аласың, 4-ке бөлесің, 4 адам ойнайды. Кім бірінші? Мен бірінші. Бірақ беріп қаласың көршінің жеріне. Анау шәншілсе, сол жерден бүйтіп қиып аласың, өзің границаңды өшіресің, сол жерге өтесің. Сөйтіп, анау жаққа тиіп кетіп, саған келмесе, ол менің аралым деп қоясың да, соен бір аяқтың сол жерге тұрасың бүйтіп. Сөйтіп, анау жеңген бәрі, жердің бәрін соны алып алады. Қазір ойнамайды ғой. Мынау Алатау жаққа барасаң, немесе Астанада анау мықты Ақбұлақ микрорайонына барсаң, мықты жерлер тұр да, мықты үйлермен. Мен ойлаймын да, мынадар жастық бала кездерінде шегені мықты ойнаған ғой бұлар, деп ойлаймын да. Немесе ойынның тағы да бір түрі біздің кезіміздегі. Бұл ләңгі. Күшті. Деп беріп қыласты. Күшті анау бүйтіп секіріп тұрды. Қазір ойнамайды ондайды. Ана жолы бір жиен бауырым келіп тұрды. Қажыдаға, сіз қандай болды шеге деген ойын? Мен интернеттен де, Яходан да, Гуглдан да іздедім, таппадым оны ойын дейді. Ауылға барсын табасың онда ойынды. Анау ләңгін ойнағанда мен ойлаймын да, мынау сонда істейтіндер мықты ойнаған қойдым кезінде ләңгілерді. Бір есіктен бір есікке тебеді ғой сені. Сол жерде мынадар жалпы ләңгін мықты ойнаған. Мынау қазір тығылмақты да ешкім ойнамайды. Қандай күшті ойнайды ғой, тығылып қаласың, дем алмай тұрасың. Анау жүйін, өйтіп жүгір барасың, тікі, ризасың сен бірден істегендей болып тұрасың да. Қазір мен тоже ойнамайды. Үлкен ағаларымыз кезінде ойнағандар уже белгілі да, мысалы Храпунов ағамыз, күйеу боламыз да. Күшті ойнаған, әліңгейін тұғыл жүр. Әблязов, әліңгейін тұғыл жүр, табылмайды. Тағыдың бар бізде. Рахат Алиев бар. Ешкім табылмайды да отыр. Мақтытты қылады кезінде өйткені олар пастен сол ойынды ойнаған. Мынау гаишниктарда ойнаған, бірақ отыр дұрыс ойнамаған ғой, жаман ойнаған, дұрыс қала алмайды олар. Жол шетіне тасып. Содан кейін атыспақ деген бала кезіміздегі ұлдардың бәрі ойнады ғой, оны трах дейтіміз. Енді қазір оны ойнайды, оны айтпақ қойын деді. Төбелес.
төбелестің өзі бір-бірімен ерегес қылсын, қызық та. Пойдем раз на раз выйдем дейді, біз бірлен бычтын тартып шығарып тастайды. Біздің кезімізде төбелес күшті болатын. Ерегес қалсаң, үшінші адам обязательно міндетті түрде пайда болады да. Демде ерегес қалды, шығасың ба, шығасың ба, шағып тұрады. Шығам. Сен шығасың ба, шығасың ба? Білмеймін. Мен негізі біздің үй жаққа барғанда жақсы төбелесем, немесе етіп кеткеннен соң көреміз деп. Сондай міне қандай тамаша болып бізде балалық шақ болды. Соен жаңа ана балаға қарадым да, сол өзінің балалық шағыма саяхат жасап ойлап отырмын. Жоқ, негізі менің балалық шағым бақытты болған екен ғой. Өйткені ойын көп болды. Мынау балаларымызға ие болайық, ағайын компьютерға көп жақындатпай, далаға шығарайық. Далада құмға ойнап, біраз қолдар күш болсын, беттер жарылсын, ақтаңғылақ болсын беттер. Сонымен өмір тәтті болады. Қажет Смағұл. Қажет, сен бізге қажетсің. Тамаша, өткенде бір әзілдеріңде ақаулықтар бар еді, енді бүгінгі финалға тұрарлық бір үлкен әдемі үшін міне балалық шағымызды еске түсіретін әдемі әзіл айтып жатсың. Негізі әдемі, маған ұнады, керемет. Еді қажет, сен мына көрермендердің өзінің ықыласын көріп отырған шығарсың. Сенен ешқандай мін тауып тұрған жоқпын. Сендей сахнада азаматтар керек деп ойлаймын. Сен шынымен қажетсің бізге. Қажет, бір сөзбен керемет. Рахмет. Қажет Смағұл. Жалпы негізі барлық актерлық шеберлігімді іштегі барымды шығардым деп ойлайсыз осы жерде? Әлде бір нәрсе қалып қойдың ба? Қалып қойды. Жаңа жюриді рас айтып отыр, ләңгіні негізі есте болған. Әр нәрсе әр ғана бола ғой, импровизация болды. Бүйтіп айтам деп ойладым, мынаны түртем деп отырдым. Сол жерде, ана жерде плавный переход дейді, сол переход кезінде ләңгідан ұмытып кеттім. Негізі Ойда болды. ойда болған нәрсе.